Ағалар, жеңгелер, өзімді таныстырып өтейін сіздермен. Менің есімім Елена Викторқызы боламын. Мен Абай атамның елінен, Қабанбай батырдың жерінен, шығыс ауарайдың төрінен, есіктің жотасы бар, нағыз қазақтың Семей дейтін қаласы бар. Сол Семей өңірі Үржар ауданы, Үржар ауылынан шыққан Елена Викторқызы боламын. Менің ұлтым орыс болғанымен жүрегім қазақ, руым найман. Наймандарға мың сәлем. Және де осы 2013 жылда өткен біздің елімізде, біздің елбасымыздың қатысуымен тілге құрмет, елге құрмет аты байқауының бас жүлдегерімін. Назарбаевтың қолынан бас жүлде алған кезде маған сұрақ қойған: сен Елена Викторқызысың, орыстың қызысың, руың қандай деп сұраған еді. Мен айттым, мен найманмын дедім. Маған айтқан: сен неге айтпайсың, мен ұлы жүз шапыраштымын. Мен айттым, туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Наймандарымды еш қашан да сатпаймын. Сондықтан наймандарға жететін халық жоқ. Ой, бәрекелді. Ой, рахмет. Қалауыңыз биік болсын. Рахмет.